Қайырлы күн көрермендер, бүгін сіздерге бір жасағаннан дәл осындай өте әдемі, дәмді әрі үлпілдек қытырлақ болып шығатын чебурекидің жасалу жолын көрсететін боламын. Чебурекидің ең басты құпияларының бірі бұл қамырында. Қамырын қалай дайындаймыз, үйдегі бар заттармен бола ма деген сұрақтарға дәл осы видеодан жауап табатын боласыздар. Видеоның соңына дейін асықпай қарасаңыздар, барлығы рецепте толық әрі анық түсірілген. Қайнап тұрған ыстық су керек болады. 200 грамм. 200 грамм судың үстіне 1 шай қасық толтырып тұз саласыздар. Және 2 ас қасық сұйық май құйып, қамырымызды қатты ғып елеміз. Менде ұн 500 граммдай, 500 граммға 200 грамм қайнаған су кетеді. Суымыз қатты ыстық болғаннан бірінші қасықпен осындай араластырып аламыз, кейіннен қолымызбен қатты қамыр елеміз. Қамырымыз барынша қатты болғаны жақсы. Дайын болған қамырды салафанға салып 10-15 минутқа демалдыруға қоямыз. Біздің қамырымыз жақсы демалу қажет болады. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязды майдалап турап қуырып аламыз қызарғанша. Салмасына өздеріңіз ұнататын етпен де жасасаңыздар болады. Мен қазір ас көктерден дайындадым. Бізде бір бас жусай керек болады. Жусайды майдалап тұрып турап аламыз. Негізінде етке қарағанда ас көктермен өте дәмді болады. Сіздер өздеріңіз ұнататын ас көктермен дайындасаңыздар болады. Мен бір бас жусай қостым және азғантай ғана шпинат қостым. Шпинатты да дәл солай ұсақтап турап аламыз. Балаларыңыз ас көктерді ұнатпаса, дәл осындай чебурекилер жасап берсеңіздер болады. Ешқандай қалдырмай сүйсініп жеп қоятын болады. Біздің ас көктеріміз дайын. Енді оның үстіне пиязымызды саламыз. Қызартып қуырып алдық. Дәміне қарай тұзын, бұрышын аздап сарымсақ қоссаңыздар да болады. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді 10-15 минут демалған қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде қазір 12 дана осындай чебуреки шықты дәл осы қамырымнан. Орташа көлемде бөліктерге бөлсеңіздер болады. Дайын болған қамырларды кішкентай зуалалар жасап, тағы да 5-10 минутқа демалдыруға қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз тез жайылатын болады. Қамырымызды ұнмен немесе крахмалмен жайсаңыздар болады. Жұқа етіп қамырымызды жаямыз. Бізде қамырымыз жақсы демалды, тез жайылады. Екінші қамырымызды дәл осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Енді қамырдың ішіне салмасын саламыз. Барлығын бір тегістеп салуымыз қажет. Енді дәл осы қамырдың үстіне келесі қамырды салып, жабыстырып шығамыз. Қолымызбен қатты басып жабыстырамыз, әйтпесе майда қуырылу кезінде ашылып кетеді. Дәл осылай қуырып алсаңыздар да болады, немесе сәндік үшін осындай кескішпен кесіп алсаңыздар да болады. Барлық қамырды дәл осындай дайындап аламыз. Енді қызып тұрған майда чебурекилерімізді пісіріп аламыз. Пісу барысында аздап жан-жағынан майды сеуіп тұрсаңыздар болады. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Бір жағын толық қызартып аламыз. Содан кейін барып келесі бетіне аударамыз. Майымыз өте қатты қызып тұрмау керек. Орташа отқа қоямыз.
Біздің чебуректеріміз дәл осындай бір жағы жақсы көтеріледі. Содан кейін келесі бетке аударамыз. Келесі бетіне аударып, дәл осылай 1-2 минут қуырып аламыз. Біздің чебуректеріміз дайын. Қалған қамырларды да дәл осындай біртіндеп барлығын қуырып алатын боламыз. Өте дәмді біздің чебуректеріміз дайын болды. Түскі астарға, сұйық тамақтармен бірге қолдансаңыздар болады. Қалған қамырларды да дәл осылай қуырып алатын боламыз. Бір бетін толық қызартып, келесі бетіне аударамыз. Осымен біздің өте дәмді, жылдам жасалатын чебуректеріміз дайын болды. Сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар өте әдемі, қытырлақ, үлпілдек және өте әдемі істеп шығатын болады. Бір жасағаннан дәл осындай болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Дәл осы менің көрсеткен рецептімен жасасаңыздар, міндетті түрде астында комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.